2023 жылы қоян жылы. Қоян жылында қоян салатын жасасаңыздар болады. Қиярды осылай кубиктап тураймыз. Оның үстіне крабовый палочкаларымызды тураймыз кубиктап. Одан кейін бізде консервный недегі банкідегі кукуруза қажет. Средний со кукурузаны қосамыз. Және бір шыны ристі қайнатып аламыз. Сол рисімізді қосамыз. Қайнатылғаннан кейін өлшеп саласыздар ғой, бір шыны болу керек. Соның бәрін араластырып майонезбен дәміне қарай тұз қосып, осындай формаға салып, тарелкаға ма өздеріңіз көресіздер ғой. Енді құлағын біз шай қасықпен әдемілеп жасаймыз. Шай қасықпен аккуратно қойып шығасыздар. Бізге оформлениеға жұмыртқа керек. 2 жұмыртқа жетеді. Жұмыртқаның ағын қоянның барлық жеріне жағып төсеп шығамыз. Содан кейін сарысын неге қоямыз? Құлағына қоямыз. Қиярдың қабығынан қас, оливки қойсаңыздар да болады көзге. Менде осындай мүйіздерді қоя салдым. Міне дайын болды.